Тәуелсіз Қазақстан пойызы Өскеменге жетті. Штаб мүшелері мыңнан астам адамды қабылдап, шағымдарын тыңдап, 500-ден аса науқас дәрігерлердің кеңесін алды. Бұл пойызда біздің тілшіміз Айбар Төлжанұлы бар. Шығыстың орталығында қандай істер атқарылып жатқан әріптесінен білейік. Таң атысымен ауруханаға асыққан адам көп. Науқастардың дені қарт кісілер. Алдын ала жазылған тұрғындардың барлығын қабылдап үлгеру үшін дәрігерлер үзіліссіз жұмыс істеді. Нәтижесінде мұқтаж жандардың барлығына көмек көрсетілді. Бір күн көмегі емес, ол бүкіл уақытша көмегі емес. Біз өз даналарымызды, институт адрестерін қалдырып жатырмыз. Осы ауылды көмегі жетпесе, допустим, үлкен қалалар көмегіне қабылдаймыз. Өз клиникаларына, центрға байланысты болған ауру нелері болса, осы центрларға, үлкен қалаларға, нелерге жіберіп жатырмыз. Білім саласында да түйткіл көп. Шәкіртақы, оқудың төлемақысы мен жекеменшік балабақша мәселесі, мектеп түлектерінің емтиханы, оқушылар сарайына жиналған директорлар мен ұстаздар қауымы жауапты ведомство мамандармен еркін әңгімелесті. Қаузалмаған мәселе қалмады. Енді әліптің артын бағып, нақты шешімді күту керек. Мемлекет тарапында жаңа бағдарлама ашылды. Государственный накопительный система, ол президентіміз мемлекеттің іргесін бірге қалайық деген халықтың жолдауы бар. Соған сай 2013 жыл жүзеге асқан бағдарлама мемлекеттік жинақтау жүйесі. Бұл жас бүлдіршіндерге, жас балаларға ұзақ мерзімді депозит, жалпы жинақтау қоры. Ол ақшаны тек қана білімге ғана қолданылады. Қазақстан ішіне және Қазақстан сыртындағы шет мемлекеттерге қолдануға мүмкіндік бар. Ал Қазақстан Халқы Ассамблеясының ұйымдастырған шарасына қалалық қоғамдық бірлестіктің өкілдері мен ақсақалдар алқасы және жастар қатысты. Жиналғандар еліміздің 25 жылда жеткен жетістігі мен осы өңірдің қазіргі экономикалық және әлеуметтік жағдайына тоқталды. Бас қосқандар еліміздің тұтастығы бірлікте, тек қана ынтымағы жарасқан халықтың болашағы баянды болмақ деп тарқасты. Айбар Төлжанұлы, Бақтияр Омаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Өскеменнен.